Ернар, қарашы, кеше маған мамам жаңа шаш қыстырғыш сатып алып берді. Осындай керемет жаңа. Саған ұнамады ма? Енді андағы жай ғана пластмас қой. Бір керемет гидроскутер болса түсінерім. Сен ештеңе түсінбейсің. Менің заколкам сенің гидроскутеріңнен де күшті. Сезім, менің бар ғой, сендер түсінбеймін. Андаған шаштарыңа қыстырып аласыңдар да, қалай жүресіңдер? Егер менің басымда бірдеңе тұрса, менің нервім шыдамай кетер еді. Жынды. Ернар, ауыз ти. Өзім бірінші рет пісірдім. Не? Бірінші рет? Онда мен жемеймін, басқа біреуге піспеген бірдеңе шығарамын. Ернар, шелектегі суын ауыстырып берші. Сезім, мен күйде қалып қалыпты. Өзің ғой тастап кеткен. Тауып ал өзің. Өзіңді ұмытып Сезім, кетпейсің. қаламсап бере тұршы. Тапқан екенсің сұрайтын адамды. Тауып ал өзің. Не үшін берем? Жансұлу, қалам бере тұршы өтініш. Әрине, Мадияр. Ал, екеуін де ала бер. Рахмет. Оқас жоқ. Сен үшін ештеңе аямаймын ғой. Ой, Ернар, сен қайда жүрсің? Мадияр, саған жақсы ғой, Жансыл, мен отыратын, мейірімді, жомарт қыз, Иә, жақсы. Сезімге отқан жаман ба не? Ой, ол ананы да, мынаны да айтып, сөйлеп қыртып кетеді, кей кезде қырсып қалады. Шын ба? Ондай емес еді ғой. Сезімде жақсы қыз негізі. Жақсы екен, көрмей. Көрінбесе, дұрыстап қарау керек. Сонда қалай? Қыз деген енді қиын ештеңе жоқ. Қыздар деген құмыра секілді. Ішін немен толтырасың, өзіңе соны аласың. Ал егер бұлай түсіндірсең? Жалпақ тілмен түсіндірсем, қыздар нәзік жандылармыз. Сондықтан бізбен сөйлескенде абайлап, аялап, қорғаштап, жағымды комплимент айтып, осылардың бәрін жасасаң, ол саған екі еселеп қайтарады. Осылай істесең, қойшыңа жүзеге асама? Ой, әрине. Айқайда сен жауап болмайды. Сен бірінші тұрысып көрсеш? Сезім, сен бүгін өте әдемі болып отырсың. Шын ба? Иә. Мен әдемімін бе? Иә, сен ең әдемісің. Сезім, сенде алдындағы пирожки бар ма? Өзің пісірдім деп едің ғой. Ол жоқ, бірақ басқасы бар, жеуге болады. Папам жеп көрді. Бересің бе?